Біздің бүгінгі тақырып қазақ тілінің қоғамдағы маңызы. Осы тақырыпқа байланысты кімнің қандай айтар ойы бар, өз ойларымен бөліссеңдер. Айыпбек айтамын. Қазақ тілі еліміздің тірегі. Ол біздің мемлекеттік тіліміз. Сондықтан біз қазақ тілінде сөйлеу керекпіз. Біздің ана тілімізде сөйлеу де, жазу да ол біздің азаматтық борышымыз. Айыпбек пікірің өте жақсы екен. Тағы да қоса тыңдарыңдар ма? Кім айтады? Санжар. Апай, Айыпбектің ойы жақсы, бірақ та біз өзіміздің мемлекетімізді дамыту үшін біз өзге тілдерді білу керекпіз. Санжар, мен сені түсінбедім. Сонда біз басқа тілде сөйлеп, өз тілімізді жоғалту керекпіз ма не? Біз өзіміз тілімізді жоғалтуымыз анық қой ол. Жоқ, Айыпбек, біз бір тілмен ғана шектелмеу керекпіз ғой. Мақұл, ойын түсініпті сен. Жақсы балалар, осымен сабақ аяқталды. 151-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындап келеміз. Үй тапсырмасы. Қазақ тілі төмендеп тұрсын ба не? Келіспей тұрсын ба не? Иә, келістім. Онда дөңгелек түсеміз. Жақсы. Онда ертең командамен Египетке кетеміз. Жақсы. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп отыра, бүгінгі дебат пікірталас ойыны өз мәресіне жетті. Ойында қарсылас болғанмен шын өмірде дос болыңыздар. Қарсылас командаларды ортаға шақырамыз. Біздің дебат өмірдегі қарама-қарсы көзқарастардың жауабын табуға өз әсерін тигізетініне тағы бір дәлелдеді. Біз осы челленджді Алмалы ауданының мектептерінің дебат клубтарына жолдаймыз!